Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеоымызда Канело жайлы, Жәнібек Әлімханұлы жайлы болады. Канело айқаспай жатып ақ Тайсон мойындатқан чемпионды титулын айырды. Бүкіл әлемдік бокс кеңесінің WBO президенті Густаво Оливер америкалық боксшы Теренс Кроуфордты бірінші орта салмақтағы чемпион атағынан айырылатынын мәлімдеді деп хабарлайды. Ұйым басшысы мұны былай түсіндірді. Теренс Кроуфорд бірінші орта салмаққа оралмайды. Саул Альвареспен жекпе-жек шығатын туралы ресми хабарлағанда, ол автоматты түрде WBO ұйымының уақытша чемпионы атағынан айырылады. Қазір оның міндетті қарсысы статусын қайтарылды, дейді Оливер. Кроуфорд рингке қыркүйекте оралады. Оның қарсыласы мексикалық бокс жұлдызы Саул Канело Альварес болады. Жәнібек титулдарын қорғайтын Астанадағы бокс кешінің толық қарды жарияланды. 5 сәуір Астанада өтетін бокс кешінің толық қарды жарияланды деп хабарлайды. Бұл бокс кешінің басты айқасында орта салмақта IBF және WBO чемпионы Жәнібек Әлімханұлы франциялық Ануэль Нигамесинді титулдарын қорғайды. Картта белгілі қазақстандық боксшылар болады. Сонымен қатар бұл ивент өзге қазақстандық боксшыларды жекпе-жектер өткізеді. Сұлтан Зауырбек, Батыр Жүкембаев, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Ақниет Әлімбай және Балауыз Муздиман. Айта кетейік, ағайынды Сабырхандар кәсіпқойда алғашқы айқастарын өткізеді. Бұдан бөлек Барыс Арена шаршы алаңында өзбекстандық белгілі боксшы Баходыр Жалолов та өнер көрсетеді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.